Сәлеметсіздер ме оқушылар және әріптестер, міне біз бүгін 9 сыныптардың 2024-25 жылға арналған облыстық немесе қалалық олимпиадасының 5-ші есебін талдайық деп отырмыз. Өте бір әдемі есеп. Бұл жақында болатын, бірінші айдың 6-7-сі болатын облыстық олимпиадаға қатысатын оқушыларға арнап түсірілген есептер. Мұндай есеп келген екен, ол жерде А файлында дейді. Кез келген екі сан әр түрлі болатындай 2014 оң сан жазылған. Демек, барлығы ешқашан бірдей емес деген сөз. Ол. Содан кейін Б файлында барлық көбейтіндісі жазылады. Яғни бағанағы әр түрлі сандар болатын болса, разный сандар, солардың көбейтісін теріп жазады деген сөз. Сол кезде дейді, егер көбейтінділер бірдей сан шықса, онда тек біреу ғана жазылады. Яғни қайталап жазуға болмайды деген сөз. Саға бір жерде 2 мен 10, бір жерде 4 пен 5 болса, көбейтісі 20 шықса да тек бір 20 ғана жазылады деген сөз. Сонда дейді, тек не дейді? Біреу ғана жазылады дейді. Б файлында барлық сандар әртүрлі болады дейді. Енді бірдей санды жазбағаннан кейін. Б файлында ең аз дегенде қанша сан алуға болады дейді. Мен мынаны айтпай тұрып, алдымен өзі ең көп болғанда қанша болады, соны қысқаша айтып кетейін. Мысалға 2014 сан 2014 түрлі жай сан болатын болса, онда біз 2014-тен 2-ні теріс аласың. Мұны есептейсің. Есептейсің, шамамен бір 500 мыңнан көбірек сан шығады. Бұл ең көп дегендегі жағдай. Енді біз ең аз дегендегіні көрейік деп отырмыз, қазір. Кішкенде болып қалды. Енді аз дегендегі деген сәл басқашалау кетеді ол кезде бізге. Бірінші біз А жиындағы қанша сан бар, соларды жазып алайық. Бұлай алайық. Біз А файлында А1 жіңішке түсіп жатыр қайта-қайта. А1 сол сияқты ол үлкен болсын. А1 А2, ладно, кете берсін. Телефонмен қарайды ғой енді. Сондықтан үлкен алайын. А3 солай А4 үлкен, енді 3 нүкте қояйын. А-1 ол үлкен АН. Осылай А1-ден АН-ге дейін көптеген бір-біріне тең емес бүтін сандар бар деп ойлайық. Енді онда Б жиында не пайда болды деген сұрақ бар. Жаңа Б файлында жиын екеуі бір сөз ғой. Бұл жердегі онда ең үлкен көбейтінді қайсысы? Онда А1 мен А2 болады. Одан сәл кішірек А1 мен А3 болу керек. А1 мен А3 болады. Одан кішірек сөйтіп А1 мен А4 болады. Солай кете береді. Мына жерде не пайда болады? А1 АН-ге дейін барады деген сөз ол. Бұларда 3-4 нүкте бар, 3 нүкте бар, яғни көп деген кетіп жатыр, міне. А1-ден бастап. Бұл тек қана ішінде А1 деген көбейтінді барлар деген сөз. Енді бұлар сәл үлкенде болады неден? А2 N-нен үлкен болады деген сөз, А-N-нен. Себебі А1 А2-ден үлкенде болдық қой. Демек А2 N-нен тоқ үлкен деген сөз. Ол сәл үлкенде болады А3 А-N-нен деген сөз. Ол сәл үлкен болады А4 АН деген сөз. 4. Солай кете береді, 3 нүкте қойым, жаққа сыймай қалды, астына жазам. Енді мынау А3 А4 А2-ден бастап кетіп отыр ғой, сөйтіп АН-1-ге дейін барады деген сөз мынау. Көбейту АН. Яғни ең кіші көбейту не болды? АН-1 мен АН деген сөз. Өйткені олар ең разный сан дегендегінің ең төменгі орында тұрған сандар ғой, мына екеуі. Демек олар ең кішісі болады деген сөз. Және аралықта ол көптеген сандар бар, негізі мұн жерде жазылмай кеткен. Бірақ ең кішісі АН-1 мен N деген сөз. Енді біз санау жүйесі арқылы осы жерде қанша сан бар екенін тауып алайық көбейтінділерден. Мысалға былай болып тұр енді. 2014 сан берді де біріншісінде, яғни N 2014 деген сөз ғой бізде. Біз 2014-ті қоя тұра, алдымен жалпылама түрде шығарып алайық. Мен ең алдымен мына бір формуланы еске салайын.
Бұл санақ жүйесінде дейді максимал саннан минимум санды алып бірді қосып берсең қанша үштік мәлімет бар екені шығады екен мысалға. Осындай бір формула бар. Бұл енді 5-ші сыныпта өтіледі. Бір қарапайым мысал келтірейін, мысалға 2, 3, 4, солай 9-ға дейін барсын. Осы жерде қанша сан бар деп ойлайсыңдар сіздер. Алдымен қолмен санап көріңіздер. Ал формуласы негізінде былай. Сол 9-дан 2-ні алып бірді қосасың. Неше шығады мынау? 8 шығады. Шынымен де 2-ден 9-ға дейін 8 сан бар. Сол сияқты 5-тен 9-ға дейін неше сан бар? 5 сан бар. 9-дан 5-ті алып бірді қосамыз. Енді сол секілді әдіспен біз алдымен мен мына жерде қаранын алуға тура келіп тұр. Мына бір жерде қанша сан бар, соны бөлек есептеп алайын, мына біріншісінде. Одан кейін жасылмен алайын. Мына жерде қанша сан бар, оны тағы да бөлек есептеп алайын. Мына жасылмен тұрған жерде. Астына қарай біраз түсейік. Дағы да барамын қызылға. Енді бұл жерден А1-ден А1-ге дейін аяқталып тұр. Енді А1, А2, А1, А3 солай А1, А2-ге дейін аяқталып тұр. Санау жүйесі бойынша қалай? Біз бірінші қара сызықпен тұрғандағыда не істейміз? Ой, бұл қате қалдым. N алынған мынау 2-ні қоямыз. 2 қосылған 1 деген сөз. Осыны есептеп аламыз. Қанша болады бұл жерде? Жіңішкеріп кетті. Бұл жерде n минус 1 шығады ғой деймін. Ол тұра тұрсын. Енді жасылдағын есептейік. Жасылдағы A2n, сол сияқты A3n кетіп жатыр, A4n солай кетіп жатыр да n минус 1 n-ге дейін барды. Барлығында n деген көбейткіш бар. Енді қанша разный түрі бар десе, осы бұл жерде n минус 1-ден нені аламыз? Мына 2-ні аламыз деген сөз міне. 2-ні азайтамыз да 1-ді қосып береміз. Сонда есептесек n минус 2 шығады ғой деймін бұл жерде. Жасылмен тұрғанда. Енді жалпы көбейтінде қанша мүмкіндік бар десе, оны бір т санын дей салайын. Осы n минус 1-ме апарып нені қосып беремін? Мынау n минус 2-ні қосып беремін деген сөз. Есептесең 2n минус 3 шығады екен. Міне ең кіші болғанда менің жалпылық шығарып тұрмын 2014 сан емес, мысалға 2020 сан болсын, 2030 сан болсын, 1014 сан емес мысалға. 1015 болса да, 2014 болса да, 3014 болса да бәрібір. Апарып осы n-ге нені қоямыз? 2014-ті қойып кеп, 1014-ті қойып кеп жібереміз деген сөз. Апарып есептейміз. Есептесек жауабы міне 2025 шығады екен. Яғни ең аз болғанда әр түрлі 2025 көбейтінді жасау мүмкіндігі бар деген сөз. Есеп түсінікті болса астына жылы лебіздеріңізді қалдырыңыздар, сұрақтарыңызды тоже қалдырыңыздар. Барынша түсінікті қылып айттым бұл жерде. Бұл жерде көп адам мына жерде қиналып қалады, мына үш нүктеде. Мынаның арасында саған мынадай сан бар деп ойлайды. Жаңағы an минус 7 мен an минус 6 қай жерде тұр олар деп. Олардың барлығы осының арасында кіріп тұр мысалға. Бізге ең минималды түрде қайтып тұр, n минус 1 мен n ол ең кіші 2 сан ғой мысалға, последний тұрғаны. Ол аралықтағын бәрін жазбадық мысалға. Бірақ олардың бас жағы A2, AN, A3, AN болып басталады деген сөз. Міне бір алдыңғы тұрғаны, қара сызықпен тұрғаны, ол A1 деген көбейтіндісі бар, яғни ең үлкен сан A1 алдық қой өзіміз, қолдан жасадық ғой, не? Сондай разный әртүрлі сан болсын. A1-ген ең көбейтіліп тұрған кездегі жағдайдағы оны бөлек есептеп алдық. Яғни ол жерде қанша разный сан бар екен, көбейтінділер бар екен. Сосын қара сызықпен мына жасыл сызықта тұрғанды бөлек есептеп алдық та қосып кеп жібердік деген сөз. Негізі 2025-тен көбірек жасай беруге болады мұнда. Бірақ бізге ең минимальный түрін алу үшін біз барынша әртүрлі көбейткіш аламыз деген сөз. Жақсы, сау болыңыздар. Уақыт болса тағы да 10-11 сыныптан есептер басатын болатын.